Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше бантик жасайтын боламыз. Бұл бізде заколкіде, яғни зажимде. Дәл осындай. Ендеше видеомызды бастайық, заколкімізді. Біз бүгін репсовый лентадан жасайтын боламыз. Мен алдын ала бәрін кесіп, жан-жақтан бәрін зажигалкамен келтіріп дайындап қойдым. Видео қысқа әрі нұсқа болу үшін. Ең бірінші біз осылай екі жағын бүктейміз бірдей қылып. Осылай бүктейтін боламыз. Және бүктеген ортасының сызыққаны ішіндегісін тағы бүктейміз де, сол сызыққа алып келеміз осылай. Бізде келесі жағынан осындай үшбұрышты көрініс бізде пайда болу керек. Яғни заколканы қыстырып қоямыз. Келесі жағында дәл солай жасайтын боламыз. Яғни мен осылай екі жағын келтіріп аламыз. Осылай енді ортасынан біз тігетін боламыз. Мінекей бізде біреу дайын болды. Енді дәл осылай екіншісін дайындайтын боламыз. Дәл солай екі жағын бірдей алып келтіреміз. Келесі жағында дәл солай қарама-қарсы келтіреміз. Екеуі бірдей болу керек бізде. Енді осының ортасын жіппен тігіп алатын боламыз. Мінекей, екіншісі де дайын болды бізде. Енді үшіншісінде де сондай қылып жасайтын боламыз. Екі жағын зажигалкамен келтіріп аламыз. Мына біз ізі тұр сызықтың, соның бойына алып келеміз. Ішке қарай бүктейміз және осы сызыққа алып келеміз. Енді зажиммен ұстатып қоямыз. Келесі жағда дәл солай ішке қарай қайырамыз және бана сызықтың орнына былай алып келетін боламыз. Ұстап жүресіздер. Енді осыны біз жіппен тігетін боламыз. Бізде осындай бантик шығу керек. Енді осыны ине жіппен тігетін боламыз. Мінекей бізде осындай бантик үшеуі де дайын болды. Енді не істейміз? Енді екі бантикті бір-біріне осылай жабыстыратын боламыз. Және соның ортасынан осы қызылымызды ашық роза түстес сол жабыстыратын боламыз. Репсовый лентамыздан кішкене 6 см алып қиып алатын боламыз, яғни ортасын сәндеу үшін. Ең алдымен заколкамызды жабыстырып аламыз. Енді осының ортасына заколканың ішіне азымыз клей жағып, бана заколкамызды жабыстырамыз, ортасында сәндейтінімізді.
мінекей бізде осындай әдемі бантик шықты. Енді осының ортасын сәндейтін боламыз. Ол үшін бізге мінекей пена керек болады. Пена керек. Шариковый, яғни дөңгелекшесі бар. Осыған ең алдымен қызыл беконусымызды, ақ моншақ, осылай осындай болып шығатын болады. Соединительный колечко екеуін кіргіземіз. Енді қараңыздар, біздің мына лентамыз бөлініп қалмас үшін инемен кішкене астыңғы жағын былай тесіп аламыз. Осы тесіп аламыз. Инеден қалған орын бар. Дәл соған осы жасағанымызды кіргізетін боламыз. Яғни кигіземіз соны. Қазір заколкамыз дайын болды. Осындай бізде екі барысын жасадық. Өте әдемі. Осындай қағазымызға алып қыстырып қоятын боламыз. Сіздерге видео ұнаған болса, комментарий жазылып, каналға жаздырып, комментарий қалдырып кетіңіздер.